Анығында еститіндер ғана шақыруға құлақ асады. Ал өлілерге келсек, Алла оларды қабірде қайта тірілтеді. Содан кейін бірі қалмай Аллаға қайтарылады. Кәпірлер, оған Раббысынан біз талап еткендей өзгеше мұғжиза түсірілсе, қайтеді дейді. Оларға шүбәсіз Алла қандай мұғжизаны болса да түсіруге құдіретті де. Алайда олардың көбі мұғжизаның пайғамбарлықтың һәм ондағы хикметтің және мақсаты не екенін білмейді. Алла елшісінен мұғжиза көрсетуін талап етіп жүргендер бір сәтке болса да жан жақтарына зер салып қарамай ма екен? Жер басып жүрген жан жануарлардың, қос қанатымен самғап ұшқан құстардың түр-түрі өздерін сияқты қоғам болып топтасып тіршілік ететін, әрқайсысының өзіне тән өмір салты болған. Өз алдына бірер үмбет болып табылады. Біз кітапта, яғни күллі жаратылыс атаулының тағдыры жазылған Лаухул Махфузда еш нәрсені қалыс қалдырмадық, титтей де ағаттыққа жол бермедік. Кейін сол тіршілік иелерінің барлығы өлгеннен кейін қайта тіріліп, Раббыларының дәргейіне жиналады. Ақиқатты тайға танба басқандай етіп көрсететін мұншама дәлел мен уахи арқылы түсірген аяттарымызға сенбегендер шынында тас нүктерде қалған, ақиқатты естімейтін саңыраулар әрі мылқаулар. Алла қалағанын адастырады, қалағанын тура жолға салады. Уа Мұхаммед, оларға кәне айтсандаршы, егер Алланың жазасына ұшырасаңдар, немесе бастарыңа қиямет қайым орнаса, Алладан өзгеге жалбарынасыңдар ма? Егер шыншыл болсаңдар қане, осыған жауап беріңдер деп айт. Жоқ, басқаға емес бір өзіне ғана жалбарынасыңдар. Ол қаласа дұға етулеріңе себеп болған қиындықты жояды. Һәм сол уақытқа дейін оған серік етіп қосқан өзге жалған құдайларыңды ұмытасыңдар. Ант етеміз, сенен бұрын да көптеген үмбеттерге пайғамбарлар жібердік, алайда олар пайғамбарларға құлақ аспады. Сонда күнәларынан арылу үшін алдымызда бас иіп, жалынып жалбарынсын, сөйтіп қайтадан хақ жолға түссін деп оларды жоқшылыққа, адам айтқысыз қиындықтарға душар қылып жазаладық. Олар ең болмаса азабымызға душар болғанда жалбарынса ғой, бірақ олардың жүрегі тас болып қатып қалған, һәм шайтан оларға істеп жүрген күнәларын безендіріп, өздеріне сондай жағымды, сондай керемет іс етіп көрсетті. Өздеріне айтылған насихатты елемей, ескермей үміт қалғандарында олар үшін барлық нәрсенің бар ләззат пен нығметтің есігін айқара аштық. Өздеріне берілген ағыл-тегіл нығметке қуанып, соның қызығына батып жатқан шақта оларды аяқ астынан бас салып азапқа ұшыраттық. Сөйтіп бір пәсте үміттері үзілді. Міне осылайша өзіңе де, өзгеге де қиянат жасаудан қайтпаған залым қауымның тұқымы тұздай құрыды. Әлемдердің Раббысы Аллаға сансыз мадақ һәм сансыз шүкір. Уа Мұхаммед, оларға кәне айтыңдаршы, егер Алла сендерді есту, көру қабілеттерінен айырса, жүректеріңді де мөрлеп тастаса, олардың сендерге Алладан басқа қандай құдай қайтарып бере алады деп айт. Көрдің бе, аяттарды, иман ақиқатына қатысты дәлелдерді қалай әр қырынан һәм жан жақты баяндаудамыз. Алайда олар сондада теріс айналуда. Уа Мұхаммед, оларға кәне айтыңдаршы, Алланың азабы бастарыңа аяқ астынан келсе де, ашықтан ашық келсе де, есілдерді қиянат жасау болған залым қауымнан басқасы құриды ма? Әлде өздеріңе де өзгеге де қиянат жасаудан тыйылмайтын сендер құрисыңдар ма? деп айт. Біз пайғамбарларды тек сүйіншілеуші һәм ескертуші ретінде ғана жібереміз. Егер де кім иман келтіріп, өз-өзін, яғни өз сөзі мен ісін түзесе, ондай жандар үшін әсіресе ақыретте ешқандай қорқыныш жоқ, һәм олар әсте жабықпайды. Ал ақиқатты көрсететін дәлелдеріміз бен уахи арқылы түсірген аяттарымызды мойындамағандарға келсек, ашықтан ашық күнәға батып азғындыққа салғаны үшін азапқа душар болады.
уа Мұхаммед, оларға мен сендерге Алланың қазыналары мен қолымда демеймін, һәм ғайыпты білмеймін, немесе періштемін деп те айтпаймын. Маған уахи жолымен не келсе, соны ғана басшылыққа аламын де. Сондай-ақ оларға көрсоқыр мен көретін адам тең бе? Өздерін сәлде болса ойланбайсыңдар ма деп айт. Раббыларының дәргейіне жиналып жауапқа тартудан қорқатындарға Құранмен ескерту жаса. Раббыларының алдына барғанда оларға Алладан басқа қол үшін беретін бірде-бір жанашыр дос та, арашалап ашар шапағатшы да болмайды. Бәлкім олар сонда Аллаға серік қосудан һәм қарсы келуден тиісінше сақтанар. Раббыларының разылығына бөленуді ғана тілеп, ертелі-кеш жалбарынып дұға ететін қарапайым ғарап мүміндерді мүшриктер айтты екен деп қасынан қума. Олар өз істеріне өздері жауап береді. Сен олар үшін жауапқа тартылмайсың. Олар да сен үшін жауапқа тартылмайды. Ендеше оларды қасынан қума. Әйтпесе залымдардың қатарына қосыласың. Біз осылайша адамдарды бір-бірімен сынаймыз, яғни мансап, шен, шекпен, нәсіл, ата, тек пен байлықты артық көретіндер қоғамдағы қарапайым мүміндер жайлы. Алла тағаланың арамыздан басқа ешкімді таппағандай жарылқап, жақсылығына бөлегені солар болды ма деп айтады. Дегенмен Алла бүкіл нығметтердің бір Алладан келетінін біліп, өзіне лайықты түрде шүкіршілік ететін, һәм нығметіне бөленуге лайықты құлдарын бәрінен жақсы біледі емес пе? Аяттарымызға иман келтіргендер алдына келген кезде, сәлемун алейкум, сендерге бейбітшілік, есенділік тілеймін деп айт. Раббыларын рахымдылық танытуды өзіңе лайық қасиет һәм өзінің басты ұстанымы қылды. Араларынан кім-де-кім білместіктен қандай да бір жамандық істеп, кейін сол ісіне өкініп тәубеге келсе һәм түзелсе, шүбәсіз ол ғафур, өте кешірімді, рахим, ерекше мейірімді. Күнәдан көз ашпайтын азғындардың жолы, жат қылықтары мен күпірліктері толық айқындалсын деп айт. Ақиқатты һәм оның бұл тартпас дәлелдерін міне осылай жан-жақты баяндаймыз. Уа Мұхаммед, оларға шүбәсіз маған сендердің Алладан басқа тәңір тұтып жалбарынып жүрген құдайларыңа табынуға үзілді-кесілді тыйым салынды деп айт. Сондай-ақ мен сендердің әуейліктеріңе еріп айтқандарыңмен жүрмеймін. Өйткені айқандарыңа көніп айдауларыңа жүретін болсам, сөзсіз адасамын, әрі тура жолдағылар қатарынан шығып қаламын деп айт. Оларға шүбәсіз мен Раббымнан келген анық дәлелге сүйенемін. Ал сендер болсандар соны жалған дедіңдер. Сендерді бәлкім райларынан қайтар деп азаппен қорқытсам, қорқудың орнына, егер ондай азап бар болса, тезірек келсін, пешенемізге жазылған сол болса көріп алайық дейсіңдер. Алайда сендер тезірек келсін деп асықтырған азап менің қолымда емес. Қай мәселеде болмасын, кесімді үкім шығару бір Аллаға ғана тән. Ол ақиқатты ғана айтады. Ол қай мәселеде болмасын, әрдайым ең қайырлы үкімді айтушы, ақиқат пен жалғанның ара жігін ажыратушылардың ең қайырлысы деп айт.